Ассалаумағалейкум достар, қайырлы кеш, құрметті футбол жанкүйері QGL Live. Ендеше біз әдеттегідей QG Лига туралы сөйлесетін боламыз. Мен Эльдар Аманбаев және бүгін бізді тұрақты эксперттеріміз Бекежан Ардақұлы және де Равиль Ашығали келді. 11-ші және 12-ші турды бірге бүгін талқылайтын боламыз. Жігіттер, студияға қош келдіңдер. Ассалаумағалейкум. Бізде бұл тур өте қызықты турлардың бірі болды, себебі апта ортасында өткен турлар, All-Star ойыннан кейінгі өткен ойындар. Сол себепті бүгін жалпы Цервена Звезда ойында бір шолып шығуға болады, содан кейін өткен ойындар және алдағы таңда қызықты матчтайларымыз бар ғой. Сол туралы да сөз қозғаймыз деген ойдамын. Равиль, қалайсың? Біздің телеарнада сен екі бірдей ойынды жүргіздің. Жалпы қазір енді ол ойындар туралы айтатын боламыз. QG Лигаға сіңісу процесі қалай өтіп жатыр? Ассалаумағалейкум барша қадірменді көрермен, QG Лиганың тұрақты көрермендері. Жалпы, жайлап үйреніп келе жатыр. QG Лигаға басында қиын болды, бірақ қазір ойыннан ойынға бір жақсарып, ойыншыларды жалпы QG Лиганың жүйесін жақсылап танып келе жатыр. Сондықтан алға қарай әлде адымдап баса береміз деп. Жеке мен сұрағым осының алдында, жалпы мен білем ғой, QFL матчтарын өте көп қарайтынсың. Қазір енді QG Лигаға көштің. Мойындаш, қай лига мықты? Әрине, ересек футболмен біріншіден жасөспірімдер арасында футболды салыстыруға келмейді, бірақ маркетинг жағынан меніңше QG Лига алда сияқты. Тамаша. Ендеше жігіттер көп сөзбайық, бастайық. 11-ші тур өте қызықты тур. Осы турда кім ойнады, қалай ойнады, соны бірге тамашалап өтейік. 11-ші турдың нәтижелері қазір сіздің алдарыңызда да болады. Бұл жерде енді Инспорт телеарнасы алдымен Тобыл мен Каспий ойынын көрсеттік. Бұл ойында сенсация тіпті болмады. Біз айтқандай студиялық бағдарламада Каспий сенімді түрде жеңіске жетті 3-0. Ақсу Астана 0-2. Елордалық команда жеңіске жетті. Бұл жеңіс командаға өте қажет еді. Ал Жасқыран оңбай өз үйде Ордабасыға 0-5 есебімен ұтылды. 24-ші шілдеде Ақтөбе Қайрат 0-2, Шахтер Тарас Равиль сен жүргізген Инспорт телеарнасы эфирінде болған ойында Тарас 2-1 есебімен ұтты, және Қайсар өз алаңында Атырауды 2-1 есебімен ұтты. Және мен бұл ойынды неге соңына дейін қалдырдым? Өйткені Қайсарлықтар, Қызылорда командасының жас ойыншылары 11-ші турда алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Сол себепті бұл ойынды туралы айтатын боламыз. Жалпы Қайсар командасын меніңше бір құттықтап, қол шапалақтап қою керек сияқты. Әріптестер қалай ойлайсыздар? Бірінші жеңіс құтты болсын. Қайсарлықтар алғашқы жеңіс. Осы жеңістің арқасында жігерленіп, алдағы таңда турнир кестесінде де адымдап қадам көтеріліп, жақсы ойынын көрсетті деген сенімдеміз. Жалпы Қайсар ойынында тамашалайтын жанкүйерлер әрбір ойынды қолдап келеді. Өзім де Қызылорда қаласында осы маусымда бір емес 2-3 мәрте болдым, ойындарын тамашаладым. Сол себепті қолдау бар, ендігі нәтиже керек. Жастарға әрине үш ұпай аудай қажет болды, жаңағы сенімділікті арттыру үшін. Равиль, сен қалай ойлайсың? Бұл жеңістен кейін Қайсар жігіттері турнирлік кестеде мотивация алған дұрыс қой? Өйткені қазір енді турнирлік кестені де қарайтын боламыз. Бірақ ұпай қалып келеді соңғы командадан. Бұл жеңіс Қайсарға оң әсер ете ме? Менің ойымша солай ойлаймын, оң әсер етеді. Негізі біз Қайсарды аутсайдер деп есептегенмен ол өте жақсы ойнайды. Негізі алып қараған кезде, мысалы, оның алдыңғы келесі тур Ақсумен, бұл аутсайдерлер айқасы деп айтқанымызбен, мысалы, Ақсумен Қайсардың ойындарын салыстырсақ, Қайсарда бір жеңіс осы турда алған және 3 тең ойын. Ал керісінше Ақсуда 2 жеңіс, 1 тең ойын. Яғни Қайсарды айтатын болсақ, 3 тең ойын олар кейбір ойындардан мүмкін даже жеңіске жететіндей бір себебі болды, бірақ белгілі бір себептерге байланысты жеңіске жете алмаған. Соған қарағанда Қайсардың ойыны, негізі біз де тамашалап қоямыз, арасында Қайсарды көз қырын салып, өте жақсы ойнайды. Тек бір сәттілік жетіспей жүрген секілді болып жүрді. Міне Атырауға қарсы матчта жеңіске жетті. Енді алдағы уақытта осы сәттілік серігі болып, алдағы ойындарда бірнеше жеңіске жетеді деген үлкен сенім бар. Және Қайсар командасының осы QG Лигадағы алғашқы жеңісімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл жеңіс енді тарихи жеңіс деп айтсақ та қателеспейтін шығармыз.
шығармыз осы маусымдағы Қайсар Осы үшін. маусымдағы. Иә, осы маусымдағы. Сол себепті сол ойынның жарқын сәттерін бірге көрейік, талқылап көрейік. Ненің арқасында қызылордалық жігіттер басым түсті. Бұл ойында негізі фаворит Атырау командасы еді. Екі бір есебімен ендеше құрметті көрермендер Ғани Мұратбаев стадионында болған ойыннан шолу. Бекежан, бірінші 5 минутта Қайсар жігіттері 2-1 голды салды. Иә, арасы 2 минут. Үшінші минутта Дамир Мұрат салды, одан кейін 5-ші минутта Алмат Қамал. Міне голы. Орталықта допты алып, керемет шабуылға ойқаса білді. Жалпы Дамир Мұрат туралы айтатын болсақ, Дамир Мұрат былтырғы маусымды қарайтын болсаңыздар, Қайрат академиясында ойнаған. Қайрат академиясында ойнап, қазіргі таңда Қайсарға керекті ойыншылардың бірі ғой. Мысалға, капитан команды Шарабадин ғой, Данияр Шарабадин. Ал Мұрат сол Шарабадин екеуі бір-бірін түсіне білетін қос ойыншы ғой. Бұл жерде енді қақпашы да таза гол. Енді таза қақпашының голы деп айтсақ қателесетін шығармыз. Өте қиын соққы болды, өз алдына тастады және міне Дамир Мұрат өзі керек жерде керемет джокерлік қасиетін танытты. 11 номер ойыншыға Атыраудың 2 қорғаушысы бірдей жүгірді ғой сол. Негізі бұл ойындағы айтып өтсек, Атырау орысша айтады ғой, недооценка деп. Сол себепті мысалы аутсайдер деп ойлап бір недооценка болған секілді, өйткені алғашқы 5 минутта 2 гол жіберіп қоюдың себебі де сол секілді. Кейін Атырау оянды, барынша жаңағыдай шабуыл жасауға тырысқанмен тек қана жауап ретінде тек бір-ақ гол соқты. Ойынның басында 2-0 есебімен 5-ші минутта, 15-ші минут болса жарайды, 25-ші минутта 5 минутта 2 гол жіберіп алған команда. Расымен бұл Қайсарды менсінбей шыққаны анық. Ал Қайсарда өзінде мотивация болды. Өйткені біз осының алдында айттық қой, тек қана 3 ұпай, 3-тен жеңіс, тең ойын, бірде бір жеңіс жоқ. Сол себепті бұл жігіттер өз алаңында енді ауа райын көріп отырсыздар, өте қолайлы, ыстық болғанымен жалпы жігіттер, Қайсардың жігіттері жаңағы сол алғашқы 10 минутта өте керемет ойын ойнады. Одан кейін барып ойын Қайсардың қақпасына ойысты. Бұл жерден де Атырау жігіттері қайта-қайта шабуыл жасағанымен тек 85-ші минутта жеңіспек Райбердин жеңіс голын емес, Жұбаныш голын соқты. 2-1 есеп. Бұл жерде жалпы мен негізі Райбердинмен толықтай келісем, осы Қайсардың биылғы маусымда ойын алатын болсақ, Қайсар ойын жағынан көптеген командаларға төмен түсіп жатқан жоқ, кеміспейді ойыны бойынша. Лайық қарсыластық береді және бастапқыда есептен де алда келеді, бір соңғы минуттарда немесе бір шабуылдың арқасында гол жіберіп қояды да, тең есепке немесе жеңіс есебін тең есепті жоғалтып алады. Сондай ойындары болды. Сол себептен де ұпай жинау бойынша негізі Қайсар биік тұру керек қазіргі ойыны бойынша. Және бұл жерде Атырауға қарсы ойнап тұр ғой қазіргі ойында. Былтырғы Атырауды қарайтын болсақ, былтыр Атырау да әдемі ойын өрнегін көрсетті. Көптеген ойындарда Астанаға қарсы ойында есепте алда жүрді, 2-0, 1-0 есебімен алда келеді да, соңғы минуттарда гол жіберіп ұпай жоғалтып жатқан ойындары жиі кездесетін былтыр Атырауда. Биыл сол команда Атыраудың орнына Қайсар болып тұр ғой. Және бұл жерде Қайсар командасы туралы тағы бір айта кетері, бұл жақта жекелей ойыншыларға тоқталғым келеді да, себебі осы жақында ғана All-Star ойыны болды ғой. Сол All-Star ойынына шақыртылған команда капитаны Шарабаддин, мысалға Цервена Звездаға қарсы ойын минутын алмады. Қосалқы құрамнан шығуға жақын болды, бірақ себептерге байланысты алаңға шыққан жоқ және кішкене көңіл күй түсіп қалған ойыннан кейін бір көз жасына да ерік берді. Сол кезде бір келіп айтқан болатым, сен осы All-Star командасына шақырту алғанның өзі үлкен жеңіс. 25 ойыншының қатарына кіру үлкен жеңіс деп бір қолдағанбыз. Сол себепті де осы Шарабаддиннің алдағы таңда керемет ойындары болады деген сенімдемін. Ал енді сен Бекежан ойлашы, бұл ойында да команда сотылса, психологиялық тұрғыдан жас ойыншыға қандай қиын болушы. Сол себепті өзінің бұл жерде Шарабаддинді айтап кетейік, жанында ойнаған қосалқы құрамынан шыққан жігіттерді айта кетейік. Өйткені бұл енді жас жігіттердің өзінің лидеріне де қолдау білдіру, мотивациялық тұрғыдан, өйткені қазір жас психологиялық тұрғыдан әлі жетілмеген ойыншылар үшін тіпті алаңға шықпаған, үлкен андай соққы болып тұр ғой. Сол себепті Қайсар ерекше мотивация шықты және бірден сол ерекше мотивацияны голға айналдырды. Әзірге енді Атырау менің репутациямды жақсы қорғап тұр. Өйткені QG Лига студияларында үнемі айтып жүремін, Атырау осы QG Лиганың Робин Гуды, ірі алда келе жатқан фавориттерден ұпай алады да, осындай аутсайдерлерге ұпай беріп отырады. Бұл да бір жақсылықтың нышаны шығады. Мүмкін. Бұл жақта жаңағы Шарабаддинге қайта оралатын болсақ, неге мен мысалға Шарабаддинді
әрбір студияда осы шарабадин деп жүремін. Өйткені біз медиа және маркетинг саласында жұмыс атқарамыз. Менің басты міндетім де осы медиа және маркетинг жағынан осы ойыншыларды таныту, білдірту, көрсету. Ал осы шарабадин мысалы QG лигадағы жалғыз ойыншы. Биылғы маусымда біздің барлық белсенділіктерге қатысқан. Кибер жарысқа барды, жартылай финалға шықты. All-Star ойынына командаға түсуге мүмкіндік алды. Сол себепті де QG лиганың сыртқы өміріне белсене атсалысып жүрген ойыншылардың бірі ғой осы. Сондай бір номинация жылдың соңында алайын деп тұр ғой, иә? Жылдың соңында QG лиганың ең бір медиа ойыншысы, иә? Иә, нағашыларым ғой. Иә, түсінікті. Міне жаңағы біз айтқан Жеңісбек Райымбердінің голын да көрдік. Енді 5 минут негізгі уақыт, төреші қосқан қосымша уақытқа бір сонша мүмкіндік болмады Атырау командасында. Иә, екінші таймда мүмкіндіктер болды, алайда бұл жерде Қайсардың қақпашысын ерекше атап кету керек. Жалпы биыл Қайсар шабуылдан гөрі қорғаныста өте жақсы ойнауда, иә, және сол 5-ші минуттан кейін қанша 90 минут деп айтайықшы, 90 минутта бір гол ғана жіберді. Нағыз андай бір футбол болады ғой, біз білеміз ғой, мысалға Астана мен Жасқыран ойынын елестетіңіздерші, бірнеше тур бұрын, иә, 3-3-пен аяқталған. Астана алда тұрды 2-0, одан кейін Жасқыран 2-2. Ал бұл жерде нағыз бір ересек футболын көрдім мен. Білесіздер ғой, команда бір гол соғады, екі гол соғады, жабылады, жақсы комбинациялық тұрғыдан артта ойнайды. Қайсардың жігіттері дәл осы ойында бір ересек футболды жеңіс есебін сақтап қалу. Сол маған ұнады, өйткені енді футболдың көркі гол болғанымен Қайраттың ойынын қарағанда 10-1, 9-0, енді бір жақта нейтралды жанкүйер айтады ғой, бұл ересектерде футболды көргім келмейді, ал мына ойынды көрсеңіздер, бұл жерде барлығы болды. Негізі QG лиганың комментаторы ретінде айтып кетейін. Басқа аутсайдерлердің ойындарына қараған кезде негізі Қайрат мысалы фаворит қой, әр ойында бір 5-6 голдан соғады, бірақ Қайраттың ойын жүргізген мүлдем қызықсыз. Өйткені эмоция да кетеді, алғашқы таймнан бастап тізгінді қолына алып алады да, соңына дейін солай жүреді. Сондықтан керісінше осындай бір аз гол соғылған, бірақ тартысты ойынды жүргізген жақсырақ секілді. Иә. Сол Қайратқа белгісіз дейсің ғой, қалай болады. Сол Қайратқа келетін болсақ, Бекежан, Қайрат тек қана 2-ақ гол соқты осы турда Ақтөбе қақпасына. 18 командасы ма? Иә. Неге? Енді бұл жерде Ақтөбенің берген қарсыластығында айтуға кеткен жөн, және осы ойын атмосферасы мысалға бөлек болды. Ақтөбенің осыған дейінгі өз алаңындағы ойындары және осы ойыны. Файрлар мен жанкүйерлер қолдауы, әдемі бір баннер салып беруі және алға жетелеуі. Жалпы Қайрат пен Ақтөбе арасындағы ойын маусым сайын осындай бір бөлек ойын болады ғой. Дерби сияқты ғой, иә, бөлек ойын болады. Және бұл да сол неде болды. Былтырғы ойында мысалға 1-7 есебімен Қайрат жеңген болатын. Және соңындағы ойыншылардың төбелесі, қызыл қағаздар алуы. Бірақ биыл осы былтырдан сабақ алып, тек қана осы алаңда шешті, ойынмен ғана шешті. Сол себепті ойын атмосферасы керемет өтті. Осы бір тұста тағы бір байқаған дүниемді айтып кетейін, енді менің бірінші жылым ғой QG лигадағы. Басқа ойындарды жүргізіп отырған сәтте біз көріп отырамыз, тікелей эфирге қанша адам қосылып отыр, қандай белсенділік көрсетіп отқанын біз байқап отырамыз, комментаторлар. Сол мысалы қалған ойындардың барлығында белсенділік орташа деңгейде, төмендеу орташа деңгейде өтетін болса, қандай жаңағыдай есеппен ұтсын, ұтпасын, қандай орында келе жатсын командалары, Қайрат пен Ақтөбе жанкүйерлері өте көп. Тікелей көрсетілімге де келеді, тікелей стадионға да барады, командаларын қолдайды және бір-біріне деген қарсыластық өте жоғары. Бұл тек үлкен футболда емес, кіші футболда да осы дербилік көзқарас бір-біріне деген жалғасып келген және біз оған қуанамыз әрине, өйткені осындай матчтардың арқасында тарих туады деп айтады ғой. Иә, және тағы да бір керемет сандар бар. Жалпы 11-ші турда QG лиганың ойындарын, сол алаңда 2832 көрермен тамашалаған екен. Жалпы барлық ойындарды алатын болсақ па? 6 ойынды қарасақ. Сол 2832 адамның 1697-сі осы Ақтөбенің стадионда болған. 70% бүкіл көрермендердің 70% осы Ақтөбеде болған. Қалған ойындарда енді сіздерге қызық болса, Павлодарда Ақсу Астана ойынын 208 адам тамашалаған, Жасқыран Ордабасы ойынын 376 адам тамашалады, Тобыл Каспий 153 адам, Шахтер Тараз 205 адам, Қайсар Атырау 193 адам. Бұл эфир, ютубтағы эфир бойынша ғой? Жоқ, бұл көрермендердің саны. Сол алаңда көрермендердің саны. Ютубта одан сайын көп қой. Бекежан, осы орайда сұрақ. 6 ойында 3000 адам деп айтайықшы, әрбір ойында бір орташа есеппен 500 адам келіп тамашалайды. Сол жағынан QG лига қандай жұмыстар атқарып жатыр? Өйткені енді футбол ол жанкүйерлер үшін қазір YouTube барлығы бар, телеарналардан көрсетесіздер, бірақ сол
қалаларға, стадиондарға жанкүйерлерді тарту жұмыстары жүргізіле ме, әлде жүргізілмей ме? Бұл клубтардың жұмысы ма, әлде QG Лига сен жұмыс істейтін маркетинг бөлімінің жұмысы ма? Біріншіден бұл әрине клубтың жұмысы. Бұл жақта әрбір QG Лигада жұмыс жасайтын медиа және маркетинг саласының қызметкерлерін дуғыл шапалақ айтсақ болады. Өйткені бұлар қазіргі таңда бізде түрлі оқытулар жүргіземіз, сол оқытулардың нәтижесі бойынша жанкүйерлермен жұмыс, бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс деп айтамыз. Бірақ оған дейін де біздің жұмыс бар. Біз мысалға матчдай өткіземіз да, сол матчдай арасында жанкүйерлерді шақырту және жаңағы айтылған сандар негізі бұл біз үшін жай ғана қанағаттандырарлық деген сандар ғой. Біздің жанкүйерлер бұдан көбірек болу керек және бұдан көбірек болды. Мысалға Ақтөбенің жанкүйерлерімен біз былтыр жұмыс жасап, оларға арнайы барабандарын бердік. Осындай бізде бұл жерде тек қана жас ойыншыларды ғана тәрбиелеу емес, сондай-ақ жас жанкүйерлерді өсіре білу. Бұл болашақ осы командалар жастар өседі ғой, сонымен бірге жанкүйерлер де осылай қатар өсетте, бұлардың жаңа жанкүйерлері болады. Сол тарапынан Атырауда мысалға біз барабанмен қолдап тұр жанкүйерлермен жеке жұмыс жүрген, ультрастармен жеке жұмыс жүргізгенбіз. Қызылордадағы ультрастармен жұмыс жасалды, ультрас деген жанкүйерлермен. Сол себепті әрбір қаланың жеке жанкүйерлермен жұмыс біз тараптан жүргізіледі. Бұдан бөлек бұл жерде жанкүйерлердің жеке қолдауы да, жеке осы ойынға деген қызығушылығын да айта кеткен жөн. Біздің шақыруымсыз да олар өздері стадионға келіп ойыншыларды қолдап тұрады. Иә, Раби, жалпы сен көп байқайтын жігітсің ғой. Сенің ойынша, енді QFL-дің матчтарын көріп жатамыз, мысалға соңғы Қайсардың ойынына салыстырмалы түрде QFL-да 2000 адам жиналған екен. Ал Қайсардың QG Лигадағы ойына 200 адам жиналған екен. Енді 10 есе аз. Бұл жерде сенің ойынша адамдарды, жанкүйерлерді футбол алаңына тарту үшін QG Лигаға не істеу керек? Негізі бір қиын сұрақ. Мен енді айттым ғой, алдыңғы эфирлерде де айттым. QG Лигаға жанкүйерлердің келуі, артылуы үшін бірінші үлкен ересек футболдағы КПЛ-да, яғни QFL-да ойнайтын командалар фан базасын үлкейту керек, олар жұмыс істеу керек бірінші. Өйткені бәрібір біз үлкен футболды жақсы көреміз, үлкен футболды көбірек қараймыз, жібермеуге тырысамыз. Сол секілді егер QFL матчтары қызық болып, тартысты болып, соңына дейін жақсы болып жүрсе, онда жастардың да футболына қызығушылық арта береді. Мысалы, сол себепті бірінші бұл жерде QFL жұмыс істеу керек секілді, кейін бар. Енді QG Лига әзірге енді бір қанағаттанарлық деңгейде жақсы жұмыс істеп жатыр. Енді 2-ші жыл ғой. Бұл жерде бізде де мысалға басты мақсат, мысалға бұл ойындарда, мысалы матчдай ойындарын санамайтын болсақ, біздің басты мақсат әрбір ойында жанкүйерлерді жинау емес. Ең басты мақсат футболшылардың ойын деңгейін арттыру. Өйткені қазіргі таңда біз білеміз, бұл жасөспірімдер футболы бізге де мысалы комментарийға жазып жатады, түрлі хейтер, комментарий жазатын адамдарымыз да бар қазіргі таңда осы 1,5 маусым ішінде. Неге жанкүйерлер саны осындай, неге жанкүйерлер саны осындай? Достар, бұл жасөспірімдер футболы. Бұл жердегі басты талап жанкүйерлерді жинау емес, осы футболшыларға ойын өткізу үшін қолайлы жағдай жасау. Және жанкүйерлерді мысалға QG Лига маркетинг және медиа бөлімі ретінде біз де жанкүйерлермен жұмыс жүргіземіз, бірақ ол үлкен матчдейларда. Мысалы Цервена Звездаға қарсы ойын, Таразда өткен 12 000 жиналған жанкүйер. Содан кейін Қызылордада біз мысалға матчдай өткіздік, ол жерде 4,5 мың жанкүйер жиналды, қателеспесем. Атырауда 3 мың жанкүйер. Сол себепті жанкүйер жинау біз үшін де қиын емес, бірақ бұл жерде бізден бөлек медиа, әрбір клубтың жеке медиасы да қазіргі таңда жұмыс жүргізуде. Қарағандыда жанкүйерлер өте әдемі. Осы орайда Бекежан, тамыз айында өтетін келесі матчдай туралы айта кетейік. Әрине. Бұл матчдайге қанша жанкүйер келеді деп ойлайсың өзің? Қателеспесем, осы Алтай, Өскемен қаласында стадион 7 000 Восток деп аталады. Восток стадионы 7 000 жанкүйер жинайды. Сол 7 000-ды толтырамыз деген ойымыз бар. Мықты. Ол енді қазіргі ойымыз. Бұл стадион, мен саған айтайын, мен өзім Өскемендікімін ғой. Толмаған ба? Бір 10 жылда бір солай толмаған ау. Андай бір Спартакиада болады ғой, халықаралық деп қой, республика ішіндегі. Сол кезде студент, жаңағы мектеп оқушылар бәрін топырлатып кіргізіп қояды да. Енді Өскемендегі матчдай туралы бір кішігірім ақпарат айтсаң, өйткені кеше ғана QG Лиганың инстаграмында Садридиннің суретін көріп қалдық. Суреті бар. Енді бұл жерде жаңағын айттық қой, Тараздағы ойында біз 12 000 жанкүйер жинадық, және бұл Таразда қанша? 14 жылдық рекордты жаңартып тұр ғой. 14 жыл бойы осы шама жанкүйер жиналмаған. Сен де қазір айтып тұрсың, мысалы Востокта бұндай әлі болмаған деп. Енді ол қазір менің айтуым. Енді менің алға қойған басты мақсатым осы 7 000 толтыру стадионды. Бірақ ол бола ма болмай ма, біз ойын күні білетін боламыз.
Ал енді 3,5 мың жанкүйердің жинайтын 50% жинайтын болсақ, оның өзі мысалға U17 санатындағы командалар үшін өте керемет. Олар да сезінеді осы ойын атмосферасын, ойын антуражын. Ал хедлайнер ретінде біз бұл жерде Садраддинді шақырдық. Құрметті көрермендер, 17 тамыз күні сағат 16:00-де Восток стадионында шығыс дерби. Алтай және Семей басқа лигаларда сіз осындай дербиді көре алмайсыздар, ал QG лигада міндетті түрде осындай керемет ойындар болады. Осылайша кішігірім аңдатпа беріп қойдық. Тағы да мен бір ұсынысым келесі. Қалай ойлайсың? Мысалға осы Өскемен мен Семей арасы жақын ғой. Семейден жанкүйерлер бара ма? Жоқта дерби қалай? Әрине бару керек. Өйткені бір Садраддин Семейге келмей ма? Ол бар. Екінші Алтай мен Семей енді бұрыннан енді облысты біріктірді, одан кейін қайтадан бөлек қылды. Бұл жерде өздерінің дербиі, бұл жерде өзінің бір андай тарихы бар командалар. Сол себепті өте қызық болады. Сол себепті бұл ойынға тек қана футболшылар емес, жанкүйерлер, комментаторлар, жалпы барлығымыз атсалысып дайындалуымыз. Осы бір аптаның өзінде мысалға 3 автобус Семейге барса ғой деген ұсыныстарды өзі келіп жатыр қазір. Сол менде сол үшін сұрақ қойып тұрмын, сен өзің өскемендіксің ғой, Өскемен мен Семейдің арасы қалай, бір-бірімен бәсекелестігі қалай футбол ретінде? Өте қызықты болады. Өте қызықты болады. Ұсынысың? Тағы да бір ұсынысым бар. Келесі студиялық бағдарламада, енді біз айттық қой, жанкүйерлер саны қанша келді? Равиль, сен өзің дайындайсың ол бағдарламаны. Қанша YouTube желісінде QG лиганың сол 12-ші турдың ойындарын қанша адам тамашалады? Сол да бір статистиканы бір тамашалап өтсек, сонда бір енді жобамен бізде жаңа QG лиганың қанша әр турда жанкүйерлер бар екен. Енді бір турды 3000 қараса, тағы да келесі турды саралаймыз. Ескере кетпей жүрген осы тур мысалға бізде апта ортасында өтті ғой. Демалыс күндері емес, апта ортасында. Ол да бар. Сейсенбі? Соңғы Ақтөбе мен Қайраттың U17-тегі ойынына мен жүргізген матчта 313 адам, қателеспесем, тікелей эфирді тамашалап отырды. Бұның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Және 313 адам ауысып отырған адамдар осы. Енді мен бақылаған ең көп жоғарғы деңгейі сол 313. Бекежан, сіздің жақсы көретін бөлімшеңіз, отдел дейді ғой орысша. Спорт сараптама бөлімі ма? Ондай статистика жүргізбей ма сандар? Ең көп тамашалаған жанкүйерлер бойынша біз жинаймыз. Бізде медиа бөлімінде басқа бөлім, иә? Әділет Талғатбек деген сынды әріптесіміз бар. Сол Әділет контент менеджер біздің немізде бөлімімізде. Сол ойынша келген протокол бойынша жұмыс жасайды. Қанша жанкүйер келді, қанша жанкүйер ойын тамашалады. YouTube-тан болсын, басқа да жерден болсын. Сондай бір керемет ақпарат күтеміз, өйткені жанкүйерлерге ондай ақпарат қажет. Ендеше құрметті көрермендер, біз жаңағы 11-ші турдың ойындарын шолып шықтық. Турнирлік кестеде қалай кім өзгерді, кім жоғарылады, кім төмендеді, бірден көзге түсетін бұл Қайраттың 10 ұпай басымдылығы. 3 командада Тараз, Ордабасы, Шахтерде 21 ұпай, ал Қайратта 31 ұпай. Менің дәстүрлі сұрағым, Равиль саған, Қайрат чемпион? Әрине, мен әр эфир сайын, осы әр студия сайын айтуды жалықпаймын. Дәл қазір QG лигада Қайратқа тең келетін қарсылас жоқ, және оған бір лайықты қарсылас болып чемпиондыққа таласатын мүлдем басқа. Оның алдында Бекежан Шахтер дедік, оның алдында Ордабасы дедік. Шахтерді мен бұған дейін Шахтерді енді өзім Қарағанды тумасы ретінде айтып жүрдім, бірақ бұл жерде Равильмен қазір бәстіктің кеп тұр. Мысалға бұл U18-ге емес, U17 санаты бойынша. Жалпы QG лигада, Қайратқа. Жалпы менде бұл жерде сүйікті команда деген жоқ, себебі мен лига қызметкерімін, бірақ бұл жерде енді әріптесіміз тек қана Қайрат қана бар деген соң мен бәсекелесуге дайынмын. U17 А санатында мен Астанаға Қайратқа. Мен Қайраттың жанкүйері емеспін, бірақ осы көзі қарақты көрермен ретінде осы Қайрат чемпион болады. Неге бәстіктік? Неге бәстестік? Жасқыран командасы әрбір тур сайын төменде үстінде, қазір алматылықтар 8-ші орында. Былтыр 2-ші орын алған, жаңағы күміс медаль таққан жігіттер биыл 8-ші орында. Бұл енді нонсенс емес, сенсация деп те айтсақ болады. Қайсар соңғы орында, бірақ та Ақсу командасына жақындады. Астана алдыға 9-ші болып еді, 7-ші болып қалды. Ал Жамбульский характер бар Тараз командасы 2-ші орынға көтерді. Ең қызығы, біз айттық қой, 10 ұпайға жаңағы
алшақтық емес, айырмашылық емес, бұл көзге түсетін. Бұл Шахтердің 1-4 орынға дейін түсіп кеткені. Яғни дәл қазіргі таңда екінші және қола жүлде мен күміс жүлдеге талас маусымның соңына дейін өте қызық өтетін секілді. Өткен дәл қазір екінші, үшінші және төртінші орындарда турнирлік кестеде тұрған клубтардың ұпай сандары бірдей, және оның артында келе жатқан командалардың да айырмашылығы ондай қатты емес. Сондықтан бұл маусымның бел ортасына келді, командалар бір-біріне үйренді, алғашқы турларда жіберген қателіктерді енді сол қателіктермен жұмыс істеп, сол қателіктерді жібермеуге тырысатын, соңына дейін ойнайтын уақыт келді деп есептеймін, және осы бір 11-ші турдан кейінгі матчтар өте қызық өтетініне сенімім мол. Алғашқы ойындардың бірі мысалы Шахтер мен Ордабасы арасындағы ойын болады. Турнир кестесінде 21-21 ұпайдан тұр ғой екеуінде. Турнир үздік сұрмергендер кестесінде де бізде өте қызықты жайт орын алуда. Біз енді білеміз ғой, соңғы турлары бірінші үштікте Қайраттың ойыншылары, алайда Ордабасының керемет шабуылшысы, футболшы, көп гол соғатын Бағдаулет Нұралы екінші орынға көтерілді. Енді Дастан Сатпаев тағы бір гол салып 18 гол салды. Ал енді оның басты бәсекелесі Ордабасы жігіті Бағдаулет Нұралы. Ордабасының соңғы ойындарын қарасақ, ересек футболды осы жігітті шығарса дұрыс болар ма еді, бір ойда келеді. Осы жерде спорласпайсыздар ма? Көрдің ба? Көрдік. Керемет гол. Осы жерде спорластыңыз. Сатпаев, Нұралы деп. Жақсы, мен Сатпаев менің ойымша үздік сұрмерген болады деп. Бұл жақта Бекежанны енді көрдік. Бекболат, Бағдат, Орынбасар үздік бестікте. Жалпы бұл тізім әлі өзгеретін анық қой. Бірақ бұл тізім өзгереді. Бұл жерде Дастан Сатпаев жалпы ары қарай осы ойындары QG лигада жалғасатын болса, менің ойымша әрбір ойында кем дегенде бір голдан соғып тұратын шабуылшы бұл Дастан Сатпаев. Бірақ бұл ойыншыны алдағы таңда мүмкін Қайрат жас командасы өзіне шақырып тұра ма екен, бір ротациялар бола ма екен, біз де оны білмейміз ғой. Тек қана жарысымыздың бірінші айналымы өз мәресіне жетті. Дастан Сатпаев биылғы маусымда тек қана Қайрат жас командасында емес, сондай-ақ Қайраттың негізгі командасында дебют жасаған жас ойыншылардың бірі. Егер QG лигада ойнайтын болса, барлық ойында осы тұрақты түрде, онда үздік сұрмерген сөзсіз Дастан Сатпаев. Үздік сұрмерген, үздік ассистент, үздік шабуылшы, жалпы үздік ойыншы. Былтырғы Рамазан Бағдат қой. Былтырғы Рамазан Бағдат жетістігін кемінде қайталайын деп тұр ғой. Ендеше құрметті қонақтар, 12-ші тур бізде ертең 3 матчпен басталады. Алғашқысы 17:00-де Инспорт телеарнасының тікелей эфирінде Ақтөбе мен Атырау ойыны, 18:00-де Қайсар Ақсу және Жасқыран Каспий 19:00-де. Қазір енді бұл жерде біз Ақтөбе Атырау туралы сөйлесетін боламыз. Жексенбі күні біз сіздермен бірге тікелей эфирде тағы да Астана Тараз ойын қарсаңында шығатын боламыз студияға. Шахтер Ордабасы, Тобыл Қайрат, Астана Тараз. Жалпы жексенбі күні ойындар өте қызық. Сенбі күндегі ойындардың ішінен Бекежан, сен үшін қайсы ойын қызықты болатын сияқты? Сенбі күнгі ойындар ма? Мен үшін бұл жердегі қызықты ойын Қайсар мен Ақсу ғой. Неге бұл жерде енді соңғы келе жатқан командалар бір ұпай жинап қалай көтеріледі, өзара қандай ойын өткізеді? Екінші ойын қатарынан Қайсар ұта ма екен? Екінші ойын қатарынан Қайсарда жеңіс бола ма? Өз алаңындағы ойын. Бұл жақта батыс дерби да бар, Ақтөбе мен Атырау арасындағы. Үш ойында өте қызық. Жасқыран мен Каспий арасында ол Каспий ұпай жинауын жалғастыра ма? Ақтөбе Атырау енді ол жаңағы батыс дерби. Жасқыран мен Каспий арасындағы ойын ең бірінші турда қайталанды, яғни ең бірінші турда өткен ойын. Жасқыран командасы Каспийге қонаққа барып 1-4 есебімен жеңіске жетті. Ал қазіргі командалардың жағдайын салыстыратын болсақ, Каспий бір бас жоғары, және бұл сұрақ бұл жерде Каспий алғашқы турда жіберген есесін қайтара ала ма? Ал Қайсар мен Ақсудың ойында бұл енді жаңа айтып өттік, аутсайдерлердің айқасы болғанмен, бұл да жаңа Қайсар екінші жеңісінен жеңіске жете ме, әлде 8 ойын бойы жеңістің дәмін татпаған Ақсу осы Қайсардың жолын жалғап, ол да бір ұзақ уақыттан кейін жеңіске жетемін. Ал батыс дерби қашанда қызық деп ойлаймын, Ақтөбе Атырау. Енді осы Ақтөбе Атырау ойынын талқыласақ, өйткені батыс дерби, жалпы дербилер өте қызықты өтеді. Соңғы ойындары, енді Ақтөбенің өз алаңдағы ойындарын қарайтын болсақ, соңынша бір керемет нәтиже емес. 5 ойында тек 1 жеңіс, 2 тең есеп, 2 жеңіс Ақтөбе командасында. Атырау командасы сырт алаңда болса, жеңіске мүлдем жетпеген, 2 тең есеп және 3 жеңіліс. Енді бұл статистикаға қарайтын болсақ, соңғы ойындарды қарайтын болсақ, Ақтөбе Қайратты жаңа талқыладық қой, өте керемет ойнады ғой Ақтөбе. Ақтөбе бұл ойынның фавориті ме, Рабит? Жоқ. Мен жершілдікке салып, осы ойында
Атырау командасына. Атырау бірде-бір рет ұтпаған. Бір белгілі бір жерден тоқтайтын жері болады ғой, статистиканың дәл осы Ақтөбеге қарсы тоқтайды деп есептеймін, және Атырау командасы бұл ойында сенімді жеңіске жетпейді, бірақ есеп 1-2 немесе 2-0 есебімен Атырау командасы сырт алаңда жеңіске жетеді деп есептеймін. Я не үшін деген сұрақ болатын болса, Қайсарға қарсы жеңіске жететін ойында олар былайша айтқан кезде бір шапала қалды ғой. Енді ояну қажет бұл жігіттерге. Ал турнирлік кестені қарасақ, Атырау 6-шы орында, Ақтөбе 10-шы орында. Биыл Ақтөбе мүлдем бір жақсы ойын көрсетіп жүрген жоқ. Жалпы былай тексеріп қарайтын болсақ. Ойын ала-құла. Иә, сондықтан бұл ойында мен Атырауға жанкүйерлік етемін, және 2-1 немесе 2-0 есебімен Атырау командасы сырт алаңдағы алғашқы жеңісіне қол жеткізеді деген үміт бар. Бағана Бекежан сен жүргізбейсің ба? Жоқ. Онда жанкүйер болады, жігіт Бурабайға демалысқа кетіп барады. Бекежан, бағана сен айтып кетейін. Матчтайға апармағасын өз есебіне демалуға кетіп бара жатыр. Енді Өскемендегі матчтайға барады деген сенімдеміз бұл жақта. Өз кезегімен ғой барлығы. Алғашқы маусымы енді бастап жатыр. Бірден болмайды. Әйтпесе андай орысша айтқанда расслабиться дейді ғой. Қазақша қалай болады ол? Босаңсып қалады ғой. Босаңсып қалады, ары қарай жұмыс мотивациясы болмайды. Ақтөбе, Бекежан, бағана сен енді айттың, Ақтөбе жақсы ойнады Қайратқа қарсы, керемет ойын, керемет мінезді көрсетті. Енді екінші тур қатарынан өз алаңында ойнайды, Ақтөбе сенбейді. Менің ойымша Ақтөбе бұл ойында жеңіске жетеді. Керісінше, бұл жақта қайталап айтайын, бұл жақта менде жанкүйерлік ететін команда жоқ. Мен бұл жерде Ақтөбеге жанкүйер боламын деп айтпаймын. Бірақ менің ойымша Ақтөбе бұл ойында жеңіске жету керек. Қайратқа есе жіберді, өз стадионындағы ойын жанкүйерлері келеді, қолдайды, және батыс дербиі. Және ойыншылар жинақталу бойынша, мысалы Саятхан Құсайынов ұлттық құрамаға, Е17 санатындағы ұлттық құраманың қақпашыларының бірі, Дарын Оспан қорғаушы, команда капитаны, ол да All-Star командасында болды, өзін көрсете білді, және осындай ойыншылар жетерлік. Бізге Құсайыновтың қазір статистикасын көрсетіп тұр, қателеспесем. 8 ойын, 1 рет құрғақ ойын өткізді, 11 ғана гол жіберді 8 ойында, және 25 сейв жасады. Былтырғы маусымның үздік қақпашысы, биылғы маусымда да ойындары енді қорғанысқа байланысты ғой, бұл жерде қақпашының ойыны да қорғанысқа байланысты. Бұл жерде Ақтөбенің көптеген ойыншылары жастар құрамасына ауысты, және осы жақында ғана біз осы студияда айттық па, айтпадық па, Уманиязов сынды Ақтөбенің ойыншысы былтыр QG лигада өзін жақсы қырынан көрсете білген, лига конференция ойындарында дебютын жасады. Мысалы, ондай ойыншы біздің QG лига тарихындағы алғашқы ондай ойыншы, европалық деңгейде өзін көрсете білген. Сол себепті де бұл жерде Ақтөбе сапында осындай жас ойыншылар жетерлік. Мирас Кикбаевты шақырама осы ойында, кім біледі, мүмкін қосымша бір күштер шақырылатын шығар Ақтөбе командасына, және Максим Габуновқа да өзін көрсете білу керек, себебі былтырғы маусымда ол үздік бапкерлердің бірі болған. Әділет Сәбеков туралы да айта кету керек. Ол Атыраудың жартылай қорғаушысы, оның да сандары өте керемет. Команданың жалпы үздік бомбардирі, жақсы ассистент жасап жүр. 10 ойын өткізген, жалпы барлық бір ғана ойында ойнаған жоқ қой. 4 гол салған, 2 ассист салған, және 1 қызыл қағаз алып үлгерген. Әділет туралы не айтасың, Равид? Негізі жартылай қорғаушылар көп жағдайда жаңағыдай шабуылға араласқанымен көбіне ассист жағынан жақсы болады да, оның сүрмергендік қабілеті төмен болады шабуылшыларға қарағанда. Бірақ қазір Әділет Сәбеков тек қана өзінің жартылай қорғаныстың лидері емес, бұл қазір команданың лидері атанып тұрған жігіттің бірі. Өйткені ойындарға көз салатын болса, ол тіптен қорғаушыларға да көмектеседі. Өз кезегінде жартылай қорғаныста да керемет ойнайды, және шабуылға жақсы араласады. Енді бұның эффектісі дәл қазір экрандарыңызға көрсетіліп тұр. 10 ойында 4 гол мен 2 нәтижелі пас дегеніміз бұл жартылай қорғаушы үшін, және Атырау сынды енді турнирлік кестенің ортасында келе жатқан командада осындай статистикаға жету бұл өте үлкен жетістік деп есептеймін. Осы орайда Бекежан, енді 5 командада, енді Қайраттан бөлек 4 командада ұпай сандары бірдей, 21, 21, 21, 20, жаңағы біз айтып кеткен командалар. 6-шы орында Атырау. Атырау сол 5-ші орыннан 5 ұпайға қалып келеді, және бұл енді соңғы демей қойық, бір керемет мүмкіндік сол 5-тікке жалпы медальдарға күресу үшін ұтуы керек. Сол себептен Атырауда мотивация көбірек болмады деп ойлайсың ба? Мотивация дегенде бұл жерде жаңа осыған дейін де айтып өткендей, екінші айналып енді басталды. Бұл ойын болмаса да келесі ойындарда 5 ұпай бұл 2-3 турда жетіп алатын ұпай. Сол себепті де бұл жерде ұтылып қалса бітті, олар 5-тіктен төмен түсті, 5-тік енді маусым соңына шейін жетпейді деген сөз емес.
алдағы таңда әлі де жоғарыдағы командалар ұпай жоғалтады. Енді Қайраттан басқа дейміз ғой, қазіргі таңда Е18 жас санатында командалар ұпай жоғалтады, басқа командалар төмендегі айтқандар ұпай жинайды. Сол себептен де қызықты болады деген ойдамыз. Және осыған дейін де айтып өткендей, Қайрат командасы да, академиясы да алдағы таңда ұпай жоғалтуы мүмкін, себебі оларда да түрлі халықаралық жарыстар бар, команда ротациясы бар, басқа да ойыншыларды қосуы бар. Және қазіргі таңда QG лигада дозаявка дейді ғой. Қазір жаңа ойыншыларды қосып жатыр. Шахтер командасы жаңа ойыншыны қосты. Бұдан бөлек Ақтөбе командасы да жай ойыншыларды жинауда. Сол себепті де екінші айналым қызықты болады және ұпайлар әлі командалар өз қоржынына жинайтын болады. Мен осы бір тұста Бекежанға қарсы бір кейс айтып кетейін. 11 тур өтті, енді қалған 11 тур қалды. Енді жаңағыдай сүрінуге болмайды, өйткені енді сүрінетін болсаң матч азая береді, сол секілді лидерлер де алыстай береді. Сондықтан жаңағыдай бұл жігіттер сүрінгеннен кейін әлі алда ойын бар ғой дегендей бір ой болмайды деп есептеймін. Өйткені матч шынымен де аз, 11 ойын дейтін өте аз дегенде таза бір айналым ғой. Осыған дейінгі мысалға 21 ұпайларын жинады ма, алдағы таңда дәл осынша ойындары бар. Дәл осыншама ойындары бар. Бұл команда а жақтан сүретін болса, екінші команда бір жақтан көтереді. Сол себепті де жарыс соңында үшін 3-4 тур қалғанда ол кезде айтуға болады, иә деп. Жоқ, бірақ андай бір мотивация болады деп есептемеймін да, жаңағыдай демотивация дейді, яғни келесі тур бар ғой деген секілді. Өйткені әрбір тур маңызды, қазір сүрінуге болмайды. Иә, бастапқы 2-4 турда мысалы сүрінсең, иә, алда матчтар көп қой, біз жеңіске жетеміз деген секілді бір өздерін алдаса, командалар қазір олай алдай алмайды. Сондықтан мен Атыраудың мотивацияға тойып, осы ойында Ақтөбеге қарсы жақсы бір өнер көрсететініне сенем, жаңа айттым, жеңісіне сенем деп. Одан бөлек енді алғашқы турда бұл екі команда кездесті. Атыраудың Мұнайшы стадионында және 1-1 есебі тіркелді, және бұл қос команда үшін мықтыны анықтап, осы бір QG лига маусымындағы батыс дербиінде кім мықты дейтін сұраққа жауап алатын керемет ойын, сондықтан жіберіп алмаңыздар. Бекежан, сұрақты басқалай қойын саған. Атырау 11 ойында 15 ұпай жинады. Келесі 11 ойында 15 ұпайдан көп жинай ма? Сол енді максималдық тұрғыдан 11 ойын дегеніміз ол қанша? 33 ұпай ма? 33 ұпайдың енді Атырау қанша жинайды дегенде? Жартысын жинады енді. Жартысын қазіргі таңда жинады, иә, бірақ менің айтып тұрғаным сол ғой, математикалық тұрғыдан қазіргі таңда командалар, жаңағы Равиль де өзі айтты, бір-бірімен ойынсын көріп, қалай ойнайтын, қалай ойнауға болатынын көрді де, жалпы қатемен жұмыс жасалып, алдағы таңда керекті команда керекті ұпайын жинайды деген сенемін. Бұл жақта енді бұл жарыс, сол себепті де біз білмейміз кім қандай ойын көрсетеді. Ал бұл жақта математикалық тұрғыдан қазіргі таңда есептеу керекпіз. 11 ойын деген ол аз емес, ол таза бір айналым. 11 ойында математикалық тұрғыдан 33 ұпай жинауға болады. Ал қазір мысалға бір ойында егер есе жіберіп қалды, одан кейін бітті, 10 ойында жетпейді деген, бұған мен дәл қазір келісе алмаймын. 5 тур қалғанда олай айтуға болады, иә. Бұл соңғы мүмкіндіктері деп. Жақсы. Бұл турдан кейін тағы барлығын талқылаймыз. Құрметті көрермендер, 27 шілде күні, яғни ертең Инспорт телеарнасында 17:00-де Ақтөбе Атырау ойыны тікелей эфирде көрсетіледі. Ал мен сіздермен, құрметті біздің қонақтар, эксперттер, осы лепте қоштасамын. Құрметті QG лига және Инспорт телеарнасының көрермендері, біздің арнада бұл керемет жас жігіттердің ойындарын тамашалаңыз. Ендеше қош жау болыңыздар.